Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Аяла Микс. Бүгінгі менің арнамдағы видео менің косметикаларым деп аталады. Яғни менің косметикаларымда не бар екенін сіздерге көрсететін боламын. Ондай болатын болса, видеомызды бастаймыз. Видеоны бастамас бұрын сіздерге айтарым, келе жатқан жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жыл, жаңа бақыт, жаңа табыс алып келсін. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Ал сіздер тамашалаңыздар. Сонымен достар, менің косметикамда не бар? Яғни менің косметикамда ең бірінші көрсететін ол помада. Кәдімгі Avonның помадасы өзіме қатты ұнайды. Енді мен помаданы онша жаға бермеймін, өйткені маған онша ұнамайды. Кейін ол лак, осындай кәдімгі красный цветтегі лак. Мектеп қабырғасында болғандықтан қазіргі таңда қолымызды боямаймыз әрине. Келесі ол әрбір қыздың косметикасына болады деп ойлаймын. Кәдімгі зеркало, айна. Осындай. Так что сіздерге советую өздеріңізбен қол айналып жүруге. Кейін ол бізде туш. Мен вообще өзімнің өмірімді тушсыз елестете алмаймын деп ше. Өйткені бұл туш маған өте қатты көмектеседі. Мен оны өте қатты жақсы көремін. Осындай туш. Келесі ол менде вазелин, кәдімгі обычный вазелин. Ол менің кірпіктеріме өте қатты көмектеседі, сондықтан мен кірпігіме өте қатты көңіл бөлетін адаммын. Кейін ол бізде осындай тырнаққа арналған неге үлгіме қалай дешет сол тырнақтың фигурасына керек. Кейін ол менде осындай духи. Кейін тағы да бір осындай духи. Кейін ол жидкость для рук, яғни қолға арналған жидкость. Кейін әрине барлықтарыңызда бар кәдімгі обычный тарақ, шаш тарауға арналған. Сосын крем, огуречный қолға арналған крем. Кейін крем для лица. Женщина деген не. Болды достар, осымен менің косметичкам аяқталды. Себебі мен косметикаларды онша қолдана бермеймін. Себебі косметика дегендерден онша қолданып ондайға жоқпын. Жақсы достар, ендеше менің видеом осымен аяқталды. Егер де видео ұнаса лайк басыңыздар, маған тіркеле кетіңіздер. Менің косметикаларымды көріп шықтыңыздар деп ойлаймын. Сондықтан лайк баса кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.